Айсұлу ағасының мұндай күйін бұрын соңды көрмеген. Ернар әрқашан сабырлы, ешкімге дауыс көтермейтін, өз-өзімен жүретін адам еді. Жасы 30-дан аса да үйленуге асықпаған. Әлі уақыты келеді дейтін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Мен үйленемін деді ол бір кеште. Айсұлу алғашында сенбей қалды. Кімге? Ернардың жүзінде бұрын болмаған жылулық пайда болды. Айнұрға сол сәттен бастап олардың үйіне жаңа тыныс кіргендей болды. Айнұр алғаш келген күн есіктен кірген сәтте анасы көзіне жас алды. Себебі ол қыз тым сыпайы, тым жұмсақ, тым мінсіз еді. Ұзын қара шашы, төмен қараған көзі, жай ғана сөйлейтін дауысы, ассалаумағалейкум деп иіліп сәлем салғанда анасының жүрегі елжіреп кетті. Міне, келін деген осындай болады. Айсұлу да алғашында солай ойлады. Бірақ бір нәрсе, бір кішкентай сезім оны мазалады. Айнұр тым дұрыс еді. Тіпті шынайы емес сияқты. Үйлену тойы тез өтті. Айнұрдың туыстары асықтырды. Қыздың бағы бар кезде ұзатамыз деп қалың малды да ерте сұрады. Ернар бір сөз айтпастан бәріне келісті. Айсұлуға бұл ұнамады. Аға, асықпайықшы, сен түсінбейсің деді Ернар қысқа ғана. Бұл сөз Айсұлуға ауыр тиді. Себебі ағасы ешқашан олай сөйлемейтін. Қалың мал берілді. Той өтті. Барлығы бақытты. Бірақ сол бақыт ұзаққа созылмады. Айнұр үйге келін болып түскеннен кейін бәрі баяу өзгере бастады. Алғашқы апта тамаша. Екінші апта тыныш. Үшінші апта Айнұр өзгере бастады. Ол үй шаруасына араласпайтын болды. Көбіне телефонға үңіліп отыратын. Кейде біреумен сыбырлап сөйлесіп, басқа бөлмеге кіріп кететін. Кіммен сөйлесесің? Деп сұрағанда, жай танысым деп қысқа жауап беретін. Бірақ оның көзқарасы суық еді. Бір күні Айсұлу күтпеген нәрсені естіді. Айнұр телефонмен сөйлесіп тұр. Иә, бәрі жоспар бойынша, бұл да сенді. Айсұлуның жүрегі зу етті. Ол есік сыртында қатып қалды. Тағы біраз шыдаймын, сосын кетеміз. Сол сәтте есік сықырлап ашылды. Айнұр шығып келе жатты. Көздері түйісіп қалды. Бір сәт үнсіздік. Не тыңдап тұрсың? Дауысы су. Қорқынышты. Жоқ, мен жай. Айнұр күлімсіреді. Бірақ ол күлкіде жылулық жоқ еді. Сол күнден кейін Айсұлу тыныш ұйықтай алмады. Ішінде бір ауыр сезім пайда болды. Бірақ ең қорқыныштысы, Ернар ештеңені байқамайтын сияқты. Керісінше ол әйеліне бұрынғыдан да қатты байланып қалған. Айнұр шаршап жүр. Айнұрға тиіспе. Айнұр дұрыс айтады. Ернар өзгеріп бара жатты. Бір айдан кейін Айнұр бір ұсыныс айтты. Біз бөлек шығайық. Анасы шошып кетті. Қызым, енді ғана келдің ғой, мен тыныштықты жақсы көремін. Ернар бірден келісті. Иә, дұрыс. Айсұлуның жүрегі шым ете қалды. Аға, біз ше? Ернар оған қарамады да. Сендер түсінесіңдер. Сол күні Айсұлу алғаш рет ағасын жоғалтып алғанын сезді. Ол бұрынғы Ернар емес еді. Ол Айнұрдың айтқанымен жүретін адамға айналған. Олар бөлек шықты. Содан кейін Ернар сирек келетін болды. Бірте-бірте мүлде келмей қойды. Телефонға да дұрыс жауап бермейді. Бәрі жақсы деп қысқа қайырады. Бірақ даусында бөтендік бар еді. Бір күні Ернар мүлде жоғалып кетті. Телефоны өшірулі. Жұмысына бармайды. Еш жерде жоқ. Айнұрда жоқ. Анасы күнде жылайтын болды. Әкесі үндемей қалды. Үйдің іші суып кеткендей. Айсұлу өзін кінәлі сезінді. Мен бірдеңе істеуім керек еді, бірақ кешеді. Осылайша Ернар мен Айнұр із-түзсіз жоғалды. Бір ай өтті. 3 ай өтті. 1 жыл өтті. Анасы тез қартая бастады. Әкесі бұрынғыдай емес. Үйде үнсіздік. Үміт қана қалды. 2 жыл өткенде бір түнде Айсұлуның телефоны шыр етті. Бейтаныс номер. Ол жауап берді. Алло. Бір сәт үнсіздік. Сосын Айсұлу бұл мен жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл Ернар еді. Бірақ оның дауысы бөтен. Суық. Аға,
Сен қайдасың? Біз сені ақша бар ма? Сол сәтте Айсұлуның ішіндегі бір нәрсе сынып кетті. Ақша бар ма? Осы бір сөйлем Айсұлудың жүрегіне пышақтай қадалды. 2 жыл бойы із-түссіз кеткен ағасы алғашқы сөзі осы болды. Аға, сен қайдасың? Біз сені іздедік, мама күнде жылайды телефонның ар жағында үнсіздік. Сосын ауыр күрсініс. Маған ақша керек. Қазір. Даусы бөтен. Бұл бұрынғы Ернар емес еді. Не болды саған? Сен амансың ба? Жай ғана ақша жібер. Сосын сөйлесеміз. Аға, біз саған керек емеспіз бе? Тағы да үнсіздік. Сосын жібересің бе, жоқ па? Сол сәтте Айсұлудың көзіне жас толды. Қанша керек? 1 миллион. Айсұлуның қолы дірілдеп кетті. Оларда ондай ақша жоқ еді. Аға, бізде ондай ақша жоқ, қарыз ал. Не үшін? Бұл сұрақтан кейін телефон тұтқасында ұзақ тыныштық орнады. Сосын баяу ғана. Қарыздар бар, кімнің қарызы? Менің. Айнұр ше. Сол сәтте оның даусы күрт өзгерді. Оның атын атама. Айсұлу селк етті. Аға, сен неге олай сөйлейсің? Жібересің бе, жоқ па? Жіберем. Бұл сөзді ол қалай айтқанын өзі де түсінбеді. Телефон өшті. Сол түні Айсұлу ұйықтай алмады. Бір ғана ойымен жеп бара жатты. Ағама ақша керек, ал біз оған керек емеспіз. Келесі күні ол барлық таныстарынан қарыз сұрады. Біреу аз берді. Біреу бас тартты. Ақыры әрең дегенде жартысын жинады. Қалғанын алтын сырғасын сатып жапты. Ақшаны жіберер алдында ол тағы хабарласты. Аға, мен жіберем. Бірақ сен қайдасың? Үйге қайтшы, қазір болмайды. Неге? Уақыты келгенде өзім барам. Айнұр сені ұстап отырма. Жетет. Даусы қатты шықты. Мен өз еркімменмін. Сол сөз бәрін өзгертті. Айсұлу ақшаны жіберді. Бірақ жүрегіндегі үміт сол сәтте сөне бастады. Күндер өтті. Ернар қайта хабарласпады. Ақша кеткен. Үміт кеткен. Айсұлу бұл жайды әкесіне айтпауға тырысты. Әкесі онсыз да үнсіз, ішінен күйіп жүрген. Ал анасы әлсіз. Айтсам олар мүлде сынып кетеді, бірақ ішіндегі ауырлық күн сайын өсіп жатты. Бір аптадан кейін тағы қоңырау. Сол номер. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Алло, тағы ақша керек. Бұл жолы Айсұлу жылап жіберді. Аға, сен неге бұлайсың? Жағдай солай. Қандай жағдай? Бізді ойламайсың ба? Менің де өмірім бар. Бұл сөз найзағайдай тиді. Біз сенің өмірің емеспіз бе? Жауап болмады. Телефон өшті. Сол түні Айсұлу шешім қабылдады. Ол енді үндемейді. Келесі күні кешке әкесі дастархан басында үнсіз отырды. Анасы баяу ғана шай құйып жүр. Үйде ауыр тыныштық. Айсұлуның жүрегі тарсылдап тұр. Әке даусы дірілдеп шықты. Әкесі басын көтерді. Не болды, қызым? Сол сәтте Айсұлуның көзіне жас толды. Ернар хабарласты. Анасының қолындағы кесе сарт етіп үстелге тиді. Қайда ол? Әкесі орнынан тұрды. Не деді? Айсұлу жылап жіберді. Ол ақша сұрады. Үйдің іші бір сәтте мұздап кетті. Қанша? Деді әкесі баяу. 1 миллион сен бердің бе? Айсұлу үнсіз басын изеді. Әкесі көзін жұмды. Қатты. Тағы сұрады. Бұл сөзді естігенде анасы жылап жіберді. Балам, не болды саған? Әкесі ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын баяу ғана. Номерін бер. Даусында бұрын болмаған қаттылық бар еді. Сол түні ол біреулерге қоңырау шалды. Таныстар, байланыстар, ұлымды табу керек. Айсұлу алғаш рет әкесінің көзінен ашуды көрді. Бұл жай ашу емес еді. Бұл күйреген үміттің ашуы. Бір аптадан кейін ақпарат келді. Ернар Алматыда.
Бірақ жалғыз емес. Айнұрмен бірге. Және қарызға батып кеткен. Әкесі жолға жиналды. Мен өзім барам. Мен де барайын, деді Айсұлу. Жоқ. Қысқа. Қатаң. Бұл әкенің ісі. Сол түні Айсұлу терезе алдында тұрды. Көзінде жас. Жүрегінде қорқыныш. Аға, сен кімге айналдың? Алматыға баратын пойыз түн ішінде қозғалды. Терезе сыртында қараңғылық. Ішінде одан да ауыр тыныштық. Әкесі терезеге қарап үнсіз отыр. Көзінде ұйқы жоқ. Ойы біреу ғана. Ұлымды қалай құтқарамын? Таң ата қалаға жетті. Алматы бұрынғыдай әдемі, тірі қала. Бірақ әке үшін бұл қала ұлын жұтып қойған жер еді. Адрес қолында. Ескі сұрғылт көп қабатты үй. Подъезд іші қараңғы, иісі ауыр. Әр қадам ауыр. Жүрегі тарсылдап тұр. Есіктің алдына келді. Бір сәт тоқтады. Қолын көтерді, қақты. Іштен дыбыс шықты. Аяқтың сылдыры. Есік ашылды. Есіктің алдында тұрған адамды көргенде әкенің жүрегі сынып кетті. Бұл Ернар еді. Бірақ бұрынғы Ернар емес. Шашы өсіп кеткен. Көзі шүңірейген. Бет әлпеті жүдеп кеткен. Көзінде әлсіздік. Әке даусы да өзгерген. Әке бір сәт үнсіз қарап тұрды. Сосын ішке кірді. Пәтер іші тар, лас. Еденде шашылған заттар. Бұрышта бос бөтелкелер. Ас үйде жуылмаған ыдыстар. Бұл үйде тәртіпте, тыныштықта жоқ еді. Сол сәтте бөлмеден Айнұр шықты. Сол баяғы әдемілік. Бірақ көзінде жылулық жоқ. Суық. Есеппен қарайтын көз. Келдіңіз бе, деді жай ғана. Әке оған жауап бермеді. Бұл не жағдай? Даусы қатты шықты. Ернар төмен қарады. Жай қиындық, бұл қиындық емес. Бұл құлдырау. Үйдің іші дір етті. Айнұр қабағын түйді. Сіз неге дауыс көтеріп тұрсыз? Әке оған бұрылды. Көз қарасы өткір. Сен үндеме. Бір сәтке тыныштық орнады. Айнұр үндемеді. Бірақ көзінен ашу көрінді. Қанша қарыз? Ернар баяу айтты. 2,5 миллион. Әкенің қабағы түйілді. Қайда жұмсадың? Жауап болмады. Айнұр сөзге араласты. Өмір арзан емес. Сол сәтте әкенің шыдамы таусылды. Сенің өмірің үшін менің балам күйреп отыр. Ернар айқайлады. Жетеді. Бұл алғаш рет. Ол әкесіне қарсы шықты. Бұл менің таңдауым. Сол сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Әке баяу ғана отырды. Шаршаған. Жараланған. Балам, бұл сенің таңдауың емес, бұл сенің тұзағың. Ұзақ үнсіздік. Сосын Ернардың көзіне жас келді. Алғаш рет. Мен шыға алмай қалдым. Сол күні бәрі ашылды. Айнұр Ернарды қарызға батырған. Біресе бизнес ашамыз деп, біресе танысқа көмектесеміз деп ақшалған. Сосын тағы қарыз. Тағы Ернар бәріне сенген. Себебі ол жақсы көрген. Ал Айнұр салқын ғана отырды. Ешкім мәжбүрлеген жоқ, деді. Әке орнынан тұрды. Жинал. Ернар басын көтерді. Қайда? Үйге. Айнұр күліп жіберді. Мен бармаймын. Сені ешкім шақырған жоқ. Бірақ Ернар күтпеген сөз айтты. Мен жалғыз бармаймын. Бұл сөз бәрінен ауыр болды. Әке ұзақ қарап тұрды. Сосын баяу ғана. Онда бірге келіңдер. Келесі күндері әке барлық қарызды жапты. Қарыз берушілермен сөйлесті. Ақшасын берді. Жүрегін берді. Соңғы үмітін берді. Бір аптадан кейін олар ауылға қайтты. Ернар, Айнұр және сынған сенім. Үйдің есігі ашылғанда анасы жылап жіберді. Балам, Ернар көзін төмен түсірді. Айсұлу оны көріп қуанды да, қорықты да. Себебі ол әлі де бөтен еді.
Ал Айнұр үйге кіріп келе жатып жан-жағына қарап шықты. Бағалап тұрғандай. Сол күннен бастап үйде жаңа кезең басталды. Алғашқы күндер тыныш. Тіпті жақсы. Айнұр өзгергендей көрінді. Көмектеседі. Күлімсірейді. Ернар да баяу қалыпқа келе бастады. Анасы қайтадан үміттенді. Бәрі жақсы болады, бірақ Айсұлу сенбеді. Ішіндегі бір сезім. Бұл тыныштық ұзаққа созылмайды, 3 ай өтті. Сырттай бәрі жақсы. Бірақ бір күні түнде үйдің ішін баланың ашы жылаған дауысы жарып жіберді. Айсұлу селк етіп оянды. Жылау тоқтар емес. Ұзақ, ашы, жүректі тіліп өтетін. Айсұлу жүгіріп шықты. Бөлменің есігін ашты. Көрген көрініс оны шошытты. Түн ортасы. Үйдің іші қараңғы. Бірақ сол тыныштықты жарып шыққан бір ғана дыбыс бар еді, сәбидің жылауы. Ұзақ, ашы, жанға бататын. Айсұлу ұйқысынан шошып оянды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл не жылау? Ол тез орнынан тұрып дәлізге шықты. Жылау тоқтар емес. Керісінше күшейіп бара жатыр. Айнұр мен Ернардың бөлмесіне жақындады. Есік сәл ашық. Ішке үңілді, көргені оның жанын түршіктірді. Бесікте жатқан сәби қызарып кеткенше жылап жатыр. Ал Айнұр төсекте телефон қарап отыр. Бір қолымен ғана бесікті баяу тербетіп қояды. Бірақ баланы көтермейді. Емізбейді. Жай ғана қарап отыр. Айнұр, бала жылап жатыр ғой, деді Айсұлу шошып. Айнұр басын көтерді. Салқын көзқарас. Жылай берсін. Бұл сөз суық пышақтай тиді. Не дегенің? Аш шығар. Білмеймін. Емізбейсіз бе? Айнұр иығын көтерді. Қаламай тұрмын. Айсұлу ашумен бесікке жүгірді. Сәбиді көтеріп алды. Баланың денесі дірілдеп тұр. Жылап шаршаған. Сен анасың ғой. Айнұр қабағын түйді. Маған ақыл айтпа. Сол сәтте Ернар оянды. Не болып жатыр? Айсұлу оған бұрылды. Бала жылап жатыр. Ал ол сөзін аяқтай алмады. Ернар Айнұрға қарады. Неге емізбей жатырсың? Айнұр күрт жауап берді. Шаршадым. Бірақ бала, мен де адаммын. Даусы қатты шықты. Сол сәтте сәби тағы қатты жылады. Үйдің іші толып кетті. Анасы да оянып келді. Не болды? Көрген сәтте көзіне жас келді. Қызымай, неге емізбейсің? Айнұр ашуланды. Бәрің жабысып алдыңдар. Өзім білем. Сол түн үйдегі тыныштықты бір жола бұзды. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Айнұр бұрынғы жақсы келін емес еді. Ол жиі ашуланатын болды. Болмашы нәрсеге жанжал шығарады. Маған бұл үй ұнамайды. Маған тыныштық беріңдер. Мен қызметші емеспін. Баланы да жиі қараусыз қалдырады. Жылайды. Ешкімге қарамайды. Анасы өз қолына алды. Сәбиді өзі тамақтандырып, өзі ұйықтататын болды. Немеремді өзім өсірем, көзінде жас. Жүрегінде қорқыныш. Айсұлу Айнұрды түсінуге тырысты. Бірақ бір нәрсе анық еді. Бұл шаршау емес. Бұл қатыгездік. Бір күні күндіз Айсұлу тағы бір көрініске куә болды. Айнұр сәби жылап жатқанда әдейі құлаққап киіп алып музыка тыңдап отыр. Күлгендей болды. Сол сәтте Айсұлуның шыдамы таусылды. Сен ана емессің. Үйдің іші тына қалды. Айнұр баяу орнынан тұрды. Көздері су. Не дедің? Сен ана емессің. Сен жабыл. Айқайлап жіберді. Сол сәтте Ернар кіріп келді. Не болып жатыр? Айнұр бірден өзгерді. Көзінен жас шығарып. Қарындасың маған тиісіп жатыр. Айсұлу қатып қалды. Не? Ол мені жамандайды, балаға қарамайды дейді, жылап тұр. Бірақ бұл жас жалған еді.
Ернар Айсұлуға бұрылды. Көзінде ашу. Сен неге тиісесің? Сол сәтте Айсұлуның жүрегі тағы да сынып кетті. Аға, сен көрмейсің бе не болып жатқанын? Жетет. Даусы қатты шықты. Менің әйеліме тиіспе. Үйдің іші тағы да үнсіздікке батты. Сол күні Айсұлу бір нәрсені түсінді. Ернар әлі де тұзақта, ал Айнұр жай ғана күлімсіреп тұрды. Жеңген адамдай. Түнде Айсұлу терезе алдында тұрды. Көзінде жас, жүрегінде ауырлық. Бұл қашан бітеді? Ал бесікте жатқан сәби тағы да баяу жылады. Еш кінәсіз. Бірақ бәрін сезетіндей. Үйдегі тыныштық енді тек сыртқы көрініс еді. Ішінде бәрі әлдеқашан күйреп жатқан. Күндердің бірінде түскі уақыт. Анасы ас үйде немересін тербетіп отыр. Сәби әлсіз ғана жылап қояды. Айсұлу ыдыс жуып тұр. Ал Айнұр диванда жатыр. Телефон қарап. Ештеңе болмағандай. Кенет сәби қатты жылады. Анасы орнынан тұра алмай қалды, белі ауырып отыр. Айнұр, қызым, балаңды ала салшы. Жауап жоқ. Айнұр. Бұл жолы қаттырақ. Айнұр басын көтерді. Көзі ашулы. Мен демалып жатырмын. Сол сәтте ас үйден ыдыс арт етіп түсті. Айсұлу шыдай алмады. Қандай демалыс? Балаң жылап жатыр. Сен ал. Мен емес, сен анасысың. Дауыстар көтерілді. Үйдің іші қайтадан жанжалға толды. Сол кезде есік тарс ашылды. Әкесі кіріп келді. Жұмыстан ерте келген. Бәрі бір сәтте тына қалды. Ол бөлмені бір шолып шықты. Жылап жатқан сәби. Жылауға шақ тұрған анасы. Ашулы Айсұлу. Салқын отырған Айнұр. Бұл не? Даусы баяу, бірақ өте ауыр. Ешкім жауап бермеді. Әкесі сәбиді өзі көтеріп алды. Жұбатып тұр. Қолдары дірілдеп тұрса да мейірімі күшті. Бұл үйде не болып жатыр? Бұл жолы дауысы қаттырақ шықты. Айсұлу бәрін айтып берді. Бірінен соң бірін. Жылап тұрып, әкесі тыңдап тұрды. Бір сөз айтпады. Сосын Айнұрға қарады. Ұзақ, өте ұзақ. Бұл рас па? Айнұр орнынан тұрды. Көзінде ашу. Маған бәрін қарсысыңдар. Сұрағыма жауап бер. Иә. Қаламасам қарамаймын. Бұл сөз үйдің ішін тіліп өтті. Анасы жылап жіберді. Қызымай, әке орнынан тұрды. Салмақты. Бірақ ішінде дауыл. Онда бұл үйде сенің орның жоқ. Тыныштық. Өте ауыр. Айнұр күліп жіберді. Мені қуып шығасыз ба? Иә. Қысқа. Нақты. Сол сәтте Ернар кіріп келді. Не болып жатыр? Айнұр жүгіріп барып оның артына тығылды. Мені қуып жатыр. Ернар әкесіне қарады. Бұл не? Бұл шындық. Әке, сіз асығыс шешім қабылдап жатырсыз. Жоқ. Кешігіп қабылдап отырмын. Сол сәтте бәрі Ернарға қарады. Таңдау, ең ауыр таңдау. Не істейсің? Деді әкесі. Үнсіздік. Айсұлуның жүрегі тоқтап қалғандай. Анасы жылап тұр. Сәби әлсіз дыбыс шығарып жатыр. Ернар көзін жұмды. Ұзақ. Сосын Айнұрға қарады. Сосын әкесіне. Мен даусы дірілдеді. Қаламын. Сол сәтте анасы жылап жіберді. Айсұлу көзін жұмды. Бірақ келесі сөз бәрін өзгертті. Бірақ жалғыз. Айнұр қатып қалды. Не? Мен сенімен жүріп бәрін жоғалттым. Даусы әлсіз, бірақ шынайы. Мен әкемді жоғалттым, анамды, қарындасымды, өзімді жоғалттым. Айнұрдың жүзі өзгерді. Алғаш рет қорқыныш пайда болды. Сен мені тастайсың ба? Сен мені әлдеқашан тастадың. Тыныштық. Әке терең дем алды. Айсұлу жылап тұр.
Анасы сәбиді құшақтап алған. Айнұр ештеңе деместен заттарын жинай бастады. Бір сағаттан кейін есік жабылды. Сол сәтте үйде алғаш рет тыныштық орнады. Нағыз ауыр, бірақ шынайы тыныштық. Ернар орындыққа отырды. Басын ұстап жылады. Бірінші рет шын жүректен. Айсұлу жанына келді. Үндемеді. Жай ғана жанында отырды. Себебі кейде сөз керек емес. Ал бесікте жатқан сәби бұл жолы тыныш ұйықтап жатты. Айнұр кеткен күннен кейін үйдің іші тынышып қалғандай болды. Бірақ бұл тыныштық жеңіл емес еді. Бұл дауылдан кейінгі бос кеңістік сияқты. Алғашқы күндер Ернар ешкіммен сөйлеспеді. Ас ішпейді. Ұйықтамайды. Тек бір нүктеге қарап отырады. Анасы үнсіз жылайды. Әкесі үндемейді. Айсұлу бәрін сырттай бақылап жүр. Бір күні кешке Ернар орнынан тұрды. Баяу ғана әкесінің жанына келді. Әке даусы әлсіз. Әкесі басын көтерді. Көздері шаршаған. Бірақ ішінде әлі де жылу бар. Кешір, бұл сөзді айту үшін оған 2 жыл керек болды. Үйдің іші тына қалды. Анасы жылап жіберді. Айсұлу көзін сүртті. Әке ұзақ қарап тұрды. Сосын орнынан тұрып ұлын құшақтады. Қатты. Ең бастысы, тірісің сол сәтте Ернар ішіндегі ауырлықты алғаш рет жібергендей болды. Күндер өте бастады. Баяу. Ауыр. Бірақ алға. Ернар жұмыс іздей бастады. Алғашында ешкім сенбеді. Өзі де сенбеді. Бірақ ол тоқтамады. Себебі енді қателігін түсінді. Айсұлу оған көмектесті. Қолдады. Үндемей. Анасы немересін өсіріп жүр. Сәбидің күлкісі үйге қайтадан өмір әкелгендей. Бір күні Ернар бесіктің қасына келді. Ұзақ қарап тұрды. Мен жақсы әке бола алам ба? Даусы сыбыр сияқты. Айсұлу жанында тұр. Егер тырыссаң боласың. Ернар сәбиді қолына алды. Алғаш рет. Қорқақтап. Сәби оған қарап күлімсіреді. Сол сәтте Ернардың көзіне жас келді. Мен енді ешқайда кетпеймін, уақыт өтті. 1 ай. 3 ай. 1 жыл Ернар өзгерді. Шынымен. Ұлы жұмысқа тұрды. Қарыздарды баяу қайтарды. Үйге көмектесті. Бірақ ең бастысы, ол қайтадан адам болды. Бір күні кешке отбасы дастархан басында отырды. Күлкі бар. Әңгіме бар. Жылулық бар. Айсұлу ағасына қарап отыр. Бұрынғы Ернар қайта оралғандай. Қалайсың? Деді ол жай ғана. Ернар күлімсіреді. Шынайы. Енді жақсы. Сыртта күн батып бара жатты. Бірақ бұл жолы қараңғылық қорқынышты емес еді. Себебі бұл үйде жарық қайта жанған.